Ақыл есі дұрыс, дені сау, әрбір адам жұмыс істейді. Ал жұмыс істеген адамның жалақы алатындығы белгілі. Адамның бай бақуатты болуы немесе өмір бойы жоқшылықта күн кешуі сол тапқан ақшасын қалай жаратуына тікелей байланысты. Мәселен, сіздің жасыңыз 40-қа келді дейік. 20 жастан бастап жұмыс істеп келесіз. Яғни 20 жыл жұмыс істеп жалақы алып келе жатырсыз. Енді мынаған назар аударыңыз. Осы 20 жылдың ішінде сіздің қолыңыздан қанша ақша өтті? Яғни сол уақыттың ішінде қанша ақша таптыңыз? Егер айына 100 мың теңге табатын болсаңыз, онда 20 жылда сіз 24 миллион теңге тапқан болып шығасыз. Сол 24 миллион теңгеден бүгінгі күні сіздің қалтаңызда қанша ақша қалды? Ол үйіңізде сақтап отырған қолма-қол ақша ма, немесе банк депозиті бола ма, болмаса жылжымайтын мүлік, автокөлік бола ма, бәрібір. Сіз осы 20 жыл бойы маңдай теріңізбен тапқан ақшаңыздың бүгінгі күні қайда жұмсалған, қаншасы өзіңізде қалған есептеп көріңіз. Егер сіз осы уақыттың ішінде ипотекалық пәтер сатып алған болсаңыз, онда қарызын түгел жауып, пәтерді сатып алған болсаңыз, бүгінгі күнде оның бағамы 15 миллион теңге болатын болса, егер пәтеріңіздің, онда сіз 20 жылда тапқан 24 миллионыңыздың теңгеңіздің 15 миллион теңгесін сақтап отырған болып саналасыз. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Өкінішке орай адамдардың бәрі бұлай жасай бермейді. 20 жыл бойы жұмыс істеп пәтер жалдап тұратындар, тапқан ақшасын түгел тамағы мен киіміне, басқа да шығындарды жабуға жұмсайтындар. Бұндай адамдар ешқашанда бақуаттылыққа жете алмайды. Мәселе табатын ақшаның көп аздығында емес. Мәселе сол ақшаны дұрыс пайдалана білуде. Егер сіз инвесторлардың бәрі қолданатын 10% шартын сақтайтын болсаңыз, яғни тапқан жалақыңыздың 10%-ін ай сайын депозитке немесе басқа да қаржы құралдарына салып сақтап отыратын болсаңыз, онда 20 жылдың ішінде сізде 2,4 миллион теңге жинар едіңіз. Бір қарағанда бұл әрине бұл оншалықты көп ақша емес, бірақ та егер сіз ақшаңызды жылына 12-14% өсім беретін бүгінгі отандық банктерде сақтайтын болсаңыз, әлгі 2,4 миллион теңгеңіз 20 жылдың ішінде қомақты қаржыға айналады. Кем дегенде 10 миллион теңге болады екен. Бұл біршама жақсы қаржы. Ал егерде сіз осы ақшаңыздың бір бөлігін өсім пайызы жоғары шетелдік банктерде валютамен сақтайтын болсаңыз, онда бұл өсім кем дегенде 2 есе өседі. Яғни сіздің есеп шотыңызда кем дегенде 20 миллион теңге ақша болады. Және ол ай сайын сізге қомақты табыс түсіріп тұрады. Егер сіз ол қаржының бір бөлігін жылжымайтын мүлікке немесе құнды қағаз сатып алуға жұмсап, тапқан ақшаңызды сақтап қана қоймай өсіру тәсілінде меңгеретін болсаңыз, онда осы 20 жылдың ішінде сіз аса бақуатты адамға айналып шығасыз. Бұл үшін қазіргі адамдардың көбі жасайтындай жанталасып 2-3 жерде жұмыс істеудің, немесе инвестицияны қыр-сырын үйрену үшін қыруар ақша төлеп, шетелдік үлкен оқу орындарында оқудың еш қажеті жоқ. Бұны кез келген адам жасай алады, және бұл кез келген адамның қолынан келеді. Тек ниет болса болғаны. Енді мынаған назар аударып қараңыз. Қазір жасыңыз нешеде және қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатырсыз? Айлық жалақыңыз қанша? Қазіргі күні сол тапқан ақшаңыздан сіздің қалтаңызда қаншасы сақталып қалды? Егер қалтаңызда бір тиын ақша, артық ақша болмаса, немесе депозитте есеп шотыңыз, жылжымайтын мүлкіңіз, басқа да бағалы дүниелеріңіз болмаса, онда сізге тапқан ақшаңызды сақтап көбейтудің жайын шындап ойлау қажет болады. Егер бұл әрекетті бүгіннен бастап жасамасаңыз, енді 10-20 жылдан кейін де осылайша қалтаңызда көк тиын болмай, тапқаныңыздың бәрін тамағыңыз бен киіміңізге жұмсаумен уақытыңыз тиіп кетеді. Сондықтан кеш болмай тұрғанда қазір осы пайдалы іске кіріскеніңіз дұрыс болады.